Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дайын магазинде сатылатын құрғақ мороженныйдың түрін жасап көрсететін боламын. Барлығы қаптаманың сыртында көрсетілген, сол бойынша 4 этаппен жасап көрсететін боламын. Бұл үшін бізге бар болған 200 мг сүт керек болады. Сол сүттің үстіне мына құрғақ смесімізді салатын боламыз. Осы салған құрғақ смесіміздің барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығы толықтай араласып болды. Енді осы араласқан мороженныйымызды бір өзімізге ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Ыдысқа құйылған мороженныйымыздың бетін жауып, мұздатқышқа 5-6 сағатқа қоямыз. Міне менде мұздатқышта тұрды. Енді мороженныйымызды осылай салып, бетіне орехтарды сеуіп жесек болады. Менде осындай болып шықты. Ас болсын, жасап көріңіздер. Тура магазиндегідей болып шығады.